Ауыл әкімі Досматов Айдын Төлхановичқа беріледі. Ауыл шаруашылығы ол бізге өзі ең басты мақсат, ең басты біздің өзіміздің жүргізуші ауылдың ең басты кәсіпорны. Сол себептен біз ауыл шаруашылық күнін біз атап өтіп көреміз. Осында біз енді біраз адамдарды шақырғанбыз. Расында да біреулер қолдап кимеге ауыл шаруашылықпен айналысып жүрген. Бүгін басташыларды шақырып жатырмыз. Ол бізге өте қымбат. Біраз жұмыс жасап жатыр, халыққа қызметін көрсетіп жатыр. Осының барлығы бізге өзінің пайдасын көрсетіп жатыр. Барлықтарың осындай жетістіктерге жетуіңізге сіздерге алғыс айтамыз. Гүлжауһар Қырманға келіс Қалқатай әнімен ортаға сіздердің отбасыларыңызға денсаулық, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Кітап көрмесін әкеліп отырмын. Сол кітап көрмесіне сіздерді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Біздің қазақ елі қонақтарды есікті ашып қарсы алған. Сол дастарханда бізде әртүрлі тағамдарымыз көп. Сол дастарханға осы кітаптан алып әртүрлі тамақ пісірулеріңізге болады. Және де біздің аудан бойынша еңбек ардагерлері көп. Осы кітаптың ішінде біздің ветврачтар туралы, дәрігерлер туралы осы кітаптан алып оқуларыңызға болады. Бізді Қазақстанда 4 түліктер малымыз көп, қойлар, үйлер ұстайтын малымыз көп. Сол мал туралы осы кітаптардан алуға болады. Және де бізде ауылда ветврачтар бар, осы кітапханадан алуға болады. Мал дәрігерлері. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы кітаптар бәрін кітапханадан алып оқуларыңызға болады. Қырманға кел Қалқатай, білегіңді сыбанып. Қырманға кел Қалқатай, білегіңді сыбанып.
что мы все труженики сельского хозяйства. Но больше всего мы обращаемся к тем, кто действительно работает в сельском хозяйстве. Это самый благородный, самый тяжелый труд. Хочется вам в этот день, да и везде, пожелать большого счастья, трудов, успехов в вашем нелегком труде. Хочется, чтобы всегда у вас было тепло и в доме, и на вашей работе. Мы люди, которые гордимся тем, что есть у нас такие люди, которые держат сельское хозяйство. Не будет сельского хозяйства, развалится вся страна, потому что это опора нашего государства. Дай Бог вам здоровья, счастья, любви. Мы всегда говорим о том, что каждая жизнь начинается с истоков. С истоков очага, где мы родились, с истоков своей мамы. И, конечно, каждого у нас именно сердце идет, и вся душа идет оттуда, издалека, от мамы и от